Өгіз. Bir шал мен кемпірдің жар дегенде жалғыз сиыры бар екен. Басқа тігерге тұяғы болмапты. Сол сиырдың сүті шал мен кемпірдің күнделікті қорегі бүкіл күн көрсе екен. Сондықтан сиырдың сүтіне жармаған бұзау тұрақтымай өліп қала беріпті. Осылайша жылдар өтіп жатады. Шал мен кемпір бұрынғыдан бетер қартайып әлдері кетіп қажиды. Сиырға да төлермей, бұзаулары да бұрынғысынша өле беріпті. Содан шал ойға шоматты. Қой, бұнымыз болмас депті бір күні кемпіріне. Бір жылға қоянның терісі де шыдайды дейді ғой. Біз де бірдеңе қып шыдап бағайық. Сиырды енді саумаяқ қой, бұзау өссін. Мейлі соған қарап тұрса, саумаяқ қояйын деп бұған кемпір де көніпті. Өйткені біраз уақытта қиыншылықпен өткізсе, сиырдың соңын ерген бұзау жетіліп, алдағы уақытта сауыны да көбейер деп ойлайды. Желіндеп тұрған сиыр 3 күннен кейін бұзаулайды, еркек бұзау туады. Бұған қуанған шал мен кемпір қанша тарықса да шыдап сиырды саумайды. Барлық сүтті бұзаудың өзіне емізеді. Енесінің сүтін жалғыз өзі емген бұзау тез өсіп үлкен өгіз болады. Келе-келе өгіз өзінің семіздігіне масаттанады, өз тұрқына өзі мақтанады. Сөйтіп өгізге төтенше бір ой келеді. Осыншама зор тұрпатыммен мына тапал сиырлардың арасында жүргенім қалай? Серейіп ұят емес пе? Жоқ, бұл менің мына тұрпатыма лайық емес. Одан да таудай түйелерге барып қосылайын. Олардың да денелері менікі секілді дәу ғой. Сөйтіп есірген өгіз сиырлар тобынан бөлінетті, түйелерге барып қосылады. Өзін елден ерекше зор санап жүрген өгіз барын салып түйелерге ұқсап бағуға тырысады. Түйелердің жеген шөбін жейді, ішкен сорын ішеді. Оларға ілесіп шөлге шығып сортаң жайлайды. Ақырында шөлден кенезесі кеуіп, жантақ жеп іші қатып өлермен болады. Одан әріге шыдай алмайтын болған соң, қой, түйелердің жүрісі де, шөп жесі де жаман екен. Бұлардан кем емес қой, жылқыға барып қосылайын. Түйеден бойлары кішірек болғанымен, жайлысы жайлы, азабы да жеңілірек шығар деп ұйғарады. Сөйтіп, шалғында жатқан жылқы үйіріне келіп қосылады. Біраз уақыттан кейін бұл да өгізге жайлы көрінбейді. Жылқы үйірінің санатын жасаймын деп шапқылап жүріп, әлі құриды, титықтап болдыра бастайды. Бір түні қасқыр тиіп, қалың жылқы дүркірей үркіп кетеді. Өгіз жылқының арынды шабысына ілесе алмай, айдалада жалғыз қалып қояды. Жан-жағынан қасқырлар қоршай бастайды. Өкіріп есі кетеді. Бақытына қарай қырбасында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өкірген даусын естіп, өңкөңдесе шапқылап жетеді. Келе сала мүйіздермен жасқай жүріп, жалғыз өгізді қасқырлардан құтқарып болады. Өзін сиырлар жаудан қорғап қалған соң, қуанған өгіз жылап жіберіпті. Өз тобыңнан бөлінсең, көрген күнің осы екен депті өгіз көзінің жасын сүртіп тұрып. Өгіздің бұл өсиеті одан кейінгі бұзауларға тәлім болып қалған екен.